оңға бұрыламыз. Поворот шығады. Ақылақ жай. Мына стойка, мына бұру айна деп айттым ғой, бұрышқа жете бергенде бұрылды бұру керек. Бірақ при этом жылдамдықты азайту керек. Қазір ақыры солға бұрыламыз. Солға поворот шығады. Стоп. Жаңа стоп-линияны ұмытпай қашып. 1 метр лучше жетпей тоқтап тұрайық. Анау тұрған, алыста тұрған сергек деген камералар, олар кейде қимылдауы мүмкін. Ол лазер ғой, мына жерге атып тұрған лазер. Тура линияға келіп тоқтап тұрса, ол деген басып тұр деп есептеуі мүмкін. Сонда лучше 1 метр жетпей тұру керек. Енді скутер басып кетіп тұр ғой, енді оған сот жоқ болып кеттік. Номері де жоқ, оны ешкім наказ ете алмайды ғой. Кеттік, жүре береміз. Так, встречный машинаға жол беруіміз керек. Пока ол алыс. Осылай кеттік, жүре береміз. Жүреміз, ақырында жүре береміз. Баса берек. Бұл Мұстафин көшесі ол жоқ. Мұстафин көшесіне кеттік. Ортада автобустың полоса. Бұны біздікі БРТ деп айтады. БРТ деген, ол деген шапшаң жүретін автобустар. Енді жылдам жүрет деген, бірақ енді БРТ по-казахски бұл шын айтса. Так, мына жерде аз-ақ секунд қалды деймін, ағаштардан көрінбейді. Тоқтаймыз. Негізі зелен стройлар бұның бәрін ағаштарды қырқып тұру керек, знактар көріну керек, светофор көріну керек. Мысалы үшін бізге алыстан көрінбей келе жатыр. Ағайын осылай бізде мәжене өтіп жатыр. Бүгінде күн ыстық. Кондиционер болмаса біз вообще шыдамайтын түріміз бар. Машинада вентилятор қайтада қосылып келетір, айғайлап. Халыққа сәлем берек па? Сәлем беріп жатыр. Осым осылай кеттік. Тұра жүре береміз. Біз бүгінгі екінші сабағымыз біздің. Жүре берек. Бірінші сабақта біз жабық жерде жүргенбіз. Сонымен бүгін екінші рет уже қалаға шығайық деп шешім қабылдадым, алып кеттік. Енді байқап жатқан шығарсыздар, біз екінші сабақта қалаға шыға береміз. Но бірақ кейбір адамдар болады, екінші сабақта да шыға алмай қалып жатады. Кішкене қиында болып жатады. Тіпті қиын болып жатса, онда автодромға кетіп қаламыз. Автодромның ішінде жүреміз, бірақ енді автодромның ішінде негізі жүре береміз. Автодромның ішінде негізі нені үйренеді? Ол жерде алғашқы жаңағы аяқ қолдан өтіп кетсін. Осындай жүргізушілер бар, көрдік па, алды-артына қарамайды. Мына алдымызды байқайық, артымыз автобус келеді. Мынау енді жол жүру ережесін бұзып тұр мынау көлік. Ал енді сол жақ поворот жақ өтіп кетейік. Кеттік. Енді мына жерге тоқтаса болады не да, мысал үшін. Ол мына жерде тұр. Негізі біз жол жүру ережесін бұздық. Не үшін бұздық біз? Білеміз ба? Жоқ. Таксиді айланып өткенде бұздық қой. Кеттік жүре береміз. Өйткені автобустың жолағы ол үзілмеген сызық қой, сплошной сызық. Біз баспауымыз керек. Бірақ ана такси чемоданын шығарып қойғанша күтіп тұрмаймыз ғой. Бұл жерде енді өте өрескел қате жасап тұрған, ол жаңа таксист. Такси ол жерде тоқтамау керек. Бұл жерде енді таксисті де қатты кінәлай беруге болмайды, себебі мына жерде қарап тұрсақ, арық бар ғой, арық бекер жатқан жер. Осы арықтың үстін жауып тастап, мына жерге парковка жасаса әбден болатын еді. Өйткені мына жер енді не ғой, спальный район дейміз ғой, қаланың орбита. Бұл жерде адам көп қой, құжынаған адам. Кеттік.
Қазір сол жақ поворот жағайық. Сол екінші полосаға ауысып кетеміз. Басамыз газды кішкене. Қаттырақ кішкене басайық. Енді алдымызда автобустың полосасы бітті деген знак тұр. Солға поворот жағамыз да. Мына үшінші полоса тұр. Байқайық. Так, мына қайда келеді. Осы жерден разворот жасаймыз. Кеттік. Разворот жасаймыз. Кішкене басайық қазір. Басамыз. Уже поздно, уже машина келіп қалды, көрдік па? Қазір ана жақта тағы машина келе жатыр. Момент упущен. Ал енді осыдан кеттік. Кішкене пошустрее кеттік. Егер біз ақырын осы ойланып тұрсақ, машина көп Алматы қаласында. Біз вообще жүре алмаймыз. Сондықтан арасында моменттер болған кезде кідірмеу керек. Қазір оңға поворот шығамыз, оңға бұрыламыз. Жылдамдықты азайтайық кішкене. Қарайық, мына бір айнамызына бұрышқа жеткенде жібереміз торымызды. Енді рульді бұра бастаймыз. Көрдік қой, айнамыз қалай бар жердің бұрылатын жеріне жеткен кезде уже солға бұрыламыз. Қазір жерден солға бұрыламыз. Солға жағайық поворотты. Опять-таки машиналар өтіп кетсін айнамыз. Айнасы өткеннен кейін барып рульді бұрсақ болады. Кез келген кедергіні өтер кезде айнаны өткізіп барып оңға бұрылсаңыз оң жақ айна, сол жаққа бұрылсаңыз сол жақ айна, соны ғана өткізіп барып бұру керек. Әйтпесе сол жерге тиіп кетеді машинаның арт жағы. Арт жақ дөңгелегі, арт жақ крылос. Қазір мына жерде біз орын табуымыз керек те, осы жерге біз парковка жасауымыз керек. Оң жақтан жүру керек. Негізі мына жерден басқа орын жоқ сияқты, осы жерге поворот жағы осы жаққа, солға қарай. Ана жақта орын жоқ сияқты. Резко бері қарай руль бұрайық. Ана бұрышты көріп тұрмыз ба, ана сол тиіп кетпеу керек. Көріп тұрмыз ба? Аға жіберейік тұрмызды. Енді рульді түсірейік. Орнына қойып, ары қарай, жоқ, ары қарай. Аға, енді жай ғана алдыға қимылдайық. Тағы. Бақ, болды. Енді парковка қоямыз, міндетті түрде. Ұрысып тартып басап қойып. Болды, осымен сабағымыз бітті. Қош сау болып тұрыңыздар.